Ассалаумағалейкум, армысың қазақ елі, сіздермен бірге Сұлтанбек және қазақша YouTube арнасы. Осыдан 100 жыл бұрын қазақтардың әдет-ғұрпы мен тұрмысы туралы зерттеу жүргізген неміс этнографы Рихард Каруц туралы білдіңіз бе? Білмесеңіз видеоны соңына дейін қараңыз. Рихард Каруц 1903 және 1909 жылдары Маңғыстауға экспедиция жасаған неміс этнографы. Ол әуелде түркмендерді зерттегісі келген, бірақ бұл өлкеге жеткенде оның халқының көпшілігі қазақтар екенін байқап, назары соларға ауады. Маңғышлақ балаларға арналған жұмақ деп айтса болады. Бала кезінде әрбір бүлдіршін тіпті танымайтын адамдардың сүйіспеншілігіне бөленіп өседі. Оларды бетінен қақпай өсіреді. Балаларды бағып қағуда ер адамдар әйелдерден кем түспейді, деп Рихард Каруц қазақ балаларының өмірін сипаттайды. Бұдан бөлек Рихард Каруц қазақтар туралы өңірлік қазақтар көңілді әрі әзілкеш, көп сөйлегенді ұнатады. Мен бұл аймаққа келгенде бірде-бір затым жоғалған жоқ. Қайыр тілеген адамды мүлдем кездестірмедім. Тіпті тұрғындар мені жатсынбады да, деп айтып кеткен болатын. Неміс этнографы қазақтар туралы жазбаша ғана жазып қоймай, аудио жазбаға дауыстарын түсірген. Жігіттер ғибадат қылып бір құдайға кәсіп жатқан жаман бейкар жайды. Талпынып балағандай талап үзді, бейкардан тәңірім безер деген қайды. Апызал менетсе көбірі аттапқан, түрлікті лайығы мейсі қарап жатқан. Менет көзет кереу сайы бір өзіңнен жақыптен келесең жапыр аттан. Жігіттер ғибадат қылып бір құдайға кәсіп жатқан жаман бейкар жайды. Талпынып балағандай талап үзді, бейкардан тәңірім безер деген қайды. Апызал менетсе көбірі аттапқан, түрлікті лайығы мейсі қарап жатқан. Мехнет қылып кереу сайы бір өзіңнен жақыптен келесең жапыр аттан. Этнограф қазақтардың ет жеуге деген сүйіспеншілігін де атап өтті. Айтуынша, бойлары орташа және биік болып келетін. Ет жеп өскен ер азаматтарының дене бітімі мықты, шымыр келетіні сондықтан екен. Ғалым олардың тістерін көріп таңғалыпты. Сонымен қатар, ол жергілікті тұрғындардың арасында семіздікке шалдыққандар өте аз екендігіне таңғалады. Ал достар, сіздер өз ойларыңызды, яғни осы видео туралы не ойлайсыздар, соны пікір алаңға жазып кетсеңіздер болады. Видео ұнаса, арнаға тіркеліп бейнеге лайк басып, барынша өз қолдауларыңызды білдіріп кетсеңіздер. Сіздермен болған Сұлтанбек және қазақша YouTube арнасы. Сау саламатта кездескенше сау болыңыздар.